Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі жұмсақ болып шығатын кекс рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен таза ыдысқа қаймақ, шекер, ұн, қопсытқыш, жұмыртқа және апельсиннің цедрасын саламыз. Мен алдын ала күштен өткізіп алдым. Барлығын қасықпен жақсылап араластырамыз. Қамыр осындай болуы қажет. Енді осыны екіге бөлеміз. Қамырды екіге бөліп алдым. Біреуіне какао қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Екіншісіне қоспаймыз. Кекске арналған форманы майлап шығамыз. Енді қамырымызды алып, бір ас қасықтан кезек-кезек құйып шығамыз. Яғни бірінші какао қосылған қамырды, үстіне екінші ақ қамырымызды құйып шығамыз. Барлығын құйып шықтым. Енді қызып тұрған пеште 180 градус 20-30 минут пісіреміз. Кексіміз пісті. Көрейік, қараңыздар. Құрамын описаниеде жазып кеттім. Астарыңыз дәмді болсын.